Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен қайнатпалы крем, яғни заварное крем дайындап үйренетін боламыз. Өте дәмді кремдердің қатарына жатады, өзінің формасын жақсы ұстайды, сіздерге міндетті түрде ұнайтын болады. Сондықтан менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бұл кремді торттардың арасына қолдансаңыздар болады. Мысалы, Наполеон, медовый торттарға қолдансаңыздар жақсы үйлесетін болады. Немесе эклер, профитроли сақылды десерттерге қолдансаңыздар да болады. Бізге қажетті заттар сүт, жұмыртқа, қант және де крахмал қажет болады. Барлық қажетті мөлшерін видеоның астына описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен сүтімізді отқа қойып қыздырамыз, қайнатпаймыз, қайнатқанға дейін ұстаймыз. Бөлек ыдысымызға қантымыз бен жұмыртқамызды жақсылап араластырып аламыз. Қантымыз бен жұмыртқамыз біріккеннен кейін крахмал қосып араластырамыз. Крахмалдың орнына ұн қоссаңыздар да болады, бірақ та крахмалмен дайындасаңыздар өте дәмді болады. Енді біздің қоспаларымыз біріккеннен кейін сүтіміздің жартысын осы жұмыртқалы массамызға құямыз. Себебі біздің жұмыртқамыз күйіп кетуі мүмкін, соны араластырып аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің сүтіміз қайнаған жоқ, қайнағанға дейін ұстадық. Енді осы жұмыртқалы массамызды сүтімізге толығымен құямыз. Барлығын құйып алғаннан кейін үздіксіз қоспамызды араластырып тұруымыз қажет. Оттың қасынан кетпейміз, қолымызды ыдыстан алмаймыз, осылай үздіксіз араластырып тұрамыз. Қалауыңыз бойынша ванилин қоссаңыздар болады. Мен осындай ванилин түрін қолдандым. Және де осындай кукурузный крахмалды қолдандым. Кремімізді үздіксіз араластырып тұрамыз. Көріп тұрғандарыңыздай креміміз қоюлана бастады. Өте тез дайын болады, сондықтан міндетті түрде үзбей араластырып тұруларыңыз қажет. Креміміз қоюланған кезде жұмсақ сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. 1 минут көлемінде араластырамыз, содан кейін отымызды өшіреміз. Біздің креміміз дайын болды, енді оны бөлек ыдысқа аударып аламыз. Себебі біздің ыдысымыз ыстық болып тұрғандықтан креміміз пісіп кетуі мүмкін, сондықтан осылай бөлек ыдысқа аударып суытып аламыз. Бетін пищевой пленкамен контактный етіп жабамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің креміміз іртік-іртік болып тұрған жоқ. Егер де сіздерде сондай іртік-іртік болып, комочек болып жиналып қалатын болса, онда міндетті түрде ситадан өткізіп жіберіңіздер. Дәл осы ыстықта кезінде ситадан өткізіп барып, бетін пищевой пленкамен жауып, комнатный температурада суытамыз. Біздің креміміз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын жақсы ұстайтын қою крем болып шықты. Дәл осы кремді келесі видео рецептте мен медовый торттың ортасына қолданамын. Сондықтан, егерде сіз менің алғашқы көрерменім болсаңыз, онда міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта көптеген жаңа рецепттер шығады. Көріп тұрғандарыңыздай өзінің формасын жақсы ұстайды, жоғалтпайды. Бұл кремді Вупипай, красный бархат деген торттарға қолдануға келмейді. Себебі бұл өте жұмсақ крем. Осындай медовый тортқа, Наполеон тортқа қолдансаңыздар болады. Баршаңызға рахмет. Ас болсын.